Эфирimiz енді қызып келе жатыр, иә? Сәлем, сәлем. Бүйтіп қойыпсыз. Уалейкум ассалам. Сабақта отырғандай болдық қой, жүгіріп барып. Бір сағаттан кейін перемен. Пауза жасап алып, қайтадан эфирге кіріп. Эфир от қой дейді, күшті. Өте қуаныштымын. Бір әлемнен бір әлемге апарды дейді, иә. Тіптен қызық тақырып. Ойдан қисса шығарып айтуға бола ма дейді. Енді қате бірдеңе айтатын болсаң, апасына ғой. Санжар ағамыз келді. Бәке қалай болып жатыр? Не дейді мұхлистарыңыз? Дауысыңыз шықты ма? Шығып тұр ма? Дауысым шықпай тұр ма не? Дауыс жай болып қалды, неге екен? Қой. Айқара көз тыныш. Мен еш нәрсе өзгерткен жоқпын. Қалай отырмын, солай отырмын. Телефонымда ешқандай неге түскен жоқ. Нашар естіліп тұр ма? Болды, енді болды. Менен болды. Ойбай, гәуіл туралы сұрашы дейді. Алла. Ойдан қисса шығаруға бола ма деп сұрақ кетіп отыр. Енді бұл қателесетін болсаң, апасына ғой деп отырмын. Маған бұл сұрақты миллион рет қойған. Сен ойдан қисса шығармай-ақ қой. Саған дейін 1000 жыл әулие ғұламалардың шығарған қиссасын жаттап сіңіріп біреуге айтып берші. Соған өмірің сонымен өмірің дәл соған жетпей қалады. Тамаша жауап, дұрыс. Шығармай-ақ қой, барын пайдаланыңыз. 36-ға келіп аузымыз ашып тыңдап отырмыз. Сол. Мына айтып отырмын ғой. Бұны Бағлан тағы да қайталап айтамын. Экзистенция философиясында бұны адам осы әлемде болмысы қайтсе дұрыс ашылады, адамның барлық қарым қабілеті қалай қайтсе аутентикалық жағынан көрінеді деген мәселе бар, басын қатырады соған кәдімгідей. Не істесе мына адамның психикасы ауырмайды деген. Соны айтады, ана адам бұл әлемнің ішінде 3 әлемнен құралып тұрады. Біреуі осы объективті әлеммен, яғни жан-жануарлармен, айналасында өсімдіктермен, шөптермен, жидемен, құрмамен, немен көрме қалай мәндік байланысқа түсіріп жатырмыз. Митвелт дейді, ол сыйластық деген сөзінің арасында адамдардың бақа есепке құрылмауы. Үшіншісі Эйгенвельт дейді, адамның көкірегінің киелі идеяларға толы болуы, өзінің Құдай арасындағы бір сондай аяулы сезімдерге толы болуы. Енді оны қазір берді мен айтпаймын, өйткені біз Умвельттің өзін түгендей алмай, соның өзін айтуға уақытымыз жетпей жатыр. Жақсы? Жақсы. Кеттік па? Кеттік аға, біз жиналып қалдық, сізден авыстық. Енді қызық айтып берейін саған. Жан-жануарларға келіп тоқтадық. Жан-жануарларға келіп тоқтадық. Енді мынандай нәрсе бар. Мына Яссауи жолы қазақ мәдениеті деп айттық қой. Бұрын Яссауиге дейін де түркі тайпалары ол табиғатпен етене араласып, құраласып, бәріне сондай киездеп келген. Ол бұрыннан бар. Бірақ Яссауиден былай қарап, яғни көне түркі аңыздарының бәрін Құран рухымен үндестіру деген синтез кезеңі болады. Яғни жаңағыдай қойып отырған сұрақ сол, құрауға бола ма, қателессең ұшасың ғой деп сенің де қорқып отырған сол психологиялық процесс. Сондайға түспес үшін ана аңыздарды Құран рухымен үндестіреді. Яғни сенің айтып отырған қиссаң Құрандағы иман шарттарына қарама қайшы келмеу керек. Міндетті түрде ол Алланың таухидын насихаттап тұру керек.
түсіндің ба? Бәрін соған подгон жасайды. Жаңағы вахдат вуджуд деп отқан сол жаңағы болмыстың бірлігі. Барлығы бір ізгілікке, бәрі бір мейірім шапағатқа қарай жөңкілу керек. Соны бұрынғы мастерлер жасаған, жүзеге асырған. Енді кейін бұны құртқаннан кейін ана жаңағы ақбөкендерді атып, қиратып, сойып жүрген сол ғой жаңағы адамның көкірегі босайды. Яғни субъект менен, яғни жаңағы арқандағы қазақ, объект, ол ақбөкен. Екеуінің арасында мәндік қарым-қатынас, жаңағы смысловой паутина үзілді ғой. Болды, одан кейін ол адам ақбөкенді аямайды. Ол маған қатысы жоқ деп ойлайды. Ол өлтіре береді, бытырлап, ата береді. Егер оған сен түсіндірсең, ей, ана ақбөкенмен сен екеуің бірсің. Сендер екеуің кие арқылы байланысып тұрсың. Бұл умвельт деп аталады. Умвельт деген сөз екеуің мына бір әлемде мән мағына кие арқылы байланып тұрсыңдар. Ананы ататын болсаң, өзіңде ананың киесі бұрып шалқаңнан түсіріп, аузың қисайып кетеді дегенді айтып түсіндіре алмай жатыр аналар. Көрдің? Жан-жануар былай тұрсын, адамдар мен адамның арасында мән жоғалып кеткен секілді ғой. Ой, ол Митвельд сенің айтып отырғаның. Сенің әңгімең былай да философияға салса. Сәке, сен умвельт үйінде отырсың, ал біз Митвельдтен айырылып қалдық. Яғни адамдардың арасындағы сыйластық қарым-қатынас жоғалды деп. А мен саған оның үстіне тағы да, Бағлан, сен Митвельд айтасың адамдардың арасындағы. Қазір Эйгенвельд жойылып кеткен. Эйгенвельд деген адамның өзі құлыс кеуде оқыған, өзінің сезімдері өзіне жұмыс істемейді. Яғни сен дінді не үшін қабылдайсың білесің бе? Мен мысалы ислам дінін не үшін ұстаймын? Ислам діні Құран мені 18.000 ғаламмен мәндік, мағыналық кие байланысына жаңағыдай смысловой паутинаға мені кіргізіп бере алатын қабілеті болғаны үшін ғана мен о Құрандықты Алладан түскен кітап деп мойындаймын. Мен сол үшін ғана ислам дінін ұстанамын. Егер мен бұл дінді ұстанған кезде бұл мені бүкіл объективті әлемнен, жан-жануарлармен мені қоршап тұрған барлық өсімдікпен мені осындай кие байланысына, Алланың таухидына бұл мені кіргізіп бере алмайтын болса, керісінше оны ширк, күнә, бәлем, бәшін, ойдан шығарған өтірік деп талқандайтын болса, ол дінді ұстау өте опасно. Крышаң кетіп қалады. Адам қартайған кезде жынды болады. Кәдімгідей сен альцгеймермен ауырасың. Сенде галлюцинация пайда болады. Сенде шизофрения пайда болады. Қарасай сен ана өзін-өзі жарып жүрген, соғысып жүрген, намаз оқымадым деп өзіңе талғарда күйеуін пышақтап тастаған еркек сөзсіз ден сау деп отырсың ба? Ауру ғой ол. Оны сондықтан егер сені қоршаған ортамен, табиғатпен, экологиямен мәндік байланысқа түсіре алмайтын болса, айналаңдағы заттардың киесін ашып бере алмайтын болса, ол дін жалған дін. Оны ұстауға болмайды. Ол құртады адамды. Ол интеллектіңді шайнап тастайды кәдімгідей. Енді жарайды, кеттік, бұны айтсақ айта береміз. Енді қалай істейді бұл адамдар? Бұрынғы Яссауидің кезіндегі шайхылар, суфилер, ишандар қазақтың даласында өткен. Өтте ғұлама, өтте зерең, жүрек көзі ашылған, сондай терең адамдар, зерең адамдар болған. Оларына Ыбырайымның оқиғасында Ыбырайым пайғамбарды отқа өртейтін жер бар ғой. Сол жердегі оқиғаны алаттағыны, оны қазақтың даласына қондыраттағыны, сонымен бізді байлайды ана. Сөйтеттағыны бүкіл қазақтың көзіне көріп тұрған қандай жан-жануар бар, соның бәріне кие тартып жүреді да, бізді 18.000 ғаламға, жаңа смысловой паутинаға кіргізеді бізді. Қалай кіргізеді? Енді бірінші қара сөзбен айтайын. Қара сөзбен айтқан қызық емес, шаршап кетесің. Бірақ амал жоқ айтамын. Анау Ыбырайым пайғамбарды отқа өртейін дейді ғой, Намрұд. Сол кезде бір мыстан кемпір келеді да, енді қазақы варианты. Бұл арабтарда жоқ, арабтар бұны түсінде де көрмейді. Бұл қазақ халқына ғана нәсіп болған нығмет, мен саған айтайын. Бұны пайдалану керек. Содан өртейін деп жатқанда бір мыстан кемпір келіп Намрұдқа айтады: "Ей, тоқта" дейді. "Мына біздің мына Вавилондағы, мына Месопотамиядағы ағаштардың сапасы қызуы нашар" дейді. "Анау Тұранның даласында мына түркі деген халық бар, соларда сексеуіл деген ағаш өседі. Оның білесің ба, көмір сияқты теміріңді балқытып жібереді. Сен давай одан ақ дегенің алғыс, қара дегенің қарғыс, төрткүл әлемге әмірің жүріп тұр, түркілерге елші жібер, ана жақтан сексеуіл алдырайық, сексеуілге жағайық мынаны" дейді ғой. Содан не керек? Аңыз бойынша Сайрамға елші жібереді, сенің туып өскен ауылыңа.
Содан сайрамға келіп, осылай да осылай түркілер жиналыңдар дейді. Содан жағы ескі қазақтар ғой енді, мына жағы Маңғыстаудан, мына жағы Алтайдан, мына жағы желдік түстіктен түгел жиналып сайрамда жиылыс құрып не? Сонда айтады, солай да солай Намұрт Ыбырайым пайғамбарды отқа өртейін деп отыр, соған сексеуіл керек, сендер де сексеуіл өсе деген деп. Сонда бәрі отырып ақылдасып айтты, иә дұрыс, түркі баласынан пайғамбар шықпаса да әулие шыққан, ертең біздің ұрпағымызды кейінгілер бетіне басады, пайғамбарды отқа өртеген кезде сексеуіл берген деп. Сондықтан саған тасбақада жоқ. Қай ізбен келдің, сол ізбен кет. Патшаңа сәлем айт, басымызды қатырмасын дейді. Көне қазақтар. Содан анау қып қызыл қызарып кетеді да барады да патшасына естіртеді. Сосын айтады, бұл түркілер есірейін деген екен. Мен мына Намұрттың шаруасын бітірейін, сосын ісім сендермен болсын. Сөйтеді тағыны Ыбырайымды жаңа өздерінің ауылдарының ағашына әкеп өртеген кезінде ғой жаңағы жанбай қалатыны. Сол кезде жаңағы қарлығаш келеді, бұлбұл келеді. Сосын отынды тартамыз деген кезінде жағы түйе тартпай қояды, жылқы тартпай қояды, есеге есек те тартпай қояды. Сонда жалғыз ана Қашыр деген бірді айтып қойды. Ана айқара көз ғой. Не, сосын ең соңында ана Қашырды әкеп тіркеген кезде Қашыр жаңағы отынды сүйрейді дағы Ыбырайым пайғамбардың теріс батасын беріп Қашырға тұқымың көбеймесін деп. Сонда Қашыр бейшара ат пен ешектің қосынысына шығатын содан болды деп айтатын сол. Көрдің? Енді сөйтіп тағыны біткеннен кейін Намұртқа келіп айтады ғой. Көрдің ба, жаңа сексеуіл жаққан кезде мына өртенетін еді, ана түркілер құртты бәрін, сексеуіл бермей қойды деп. Сол Намұрттың қазақтарды шабам деп, мына қазақтың даласына армия жинап, қол жинап келетін себебі сол. Соның жаңа мынау Тұранның даласына келген кезінде Тәңір Тағала алды да жаңағыдай қап-қара бұлт сияқты қылып масамен шыбын-шіркей жіберді дейді. Сонда келді дағыны бәрі әскердің қойны қонышына, мұрнына, құлағына, аузына кіріп кетіп, соның әскері жағы тарап бір-бірін таптап, Намұрт бейшараның мұрнына кіріп кетіп, миына қарай тесіп, ақырында басын, сол Қаратауға барған кезде созақ жақта басын тасқа ұрып, миы шашылып, сол жерде өлді дейді Намұрт. Содан Ыбырайым пайғамбар шыққаннан кейін айтты дейді оған, осылай да осылай, я Алланың сүйікті елшісі, мына Тұранның даласында сондай түркі деген мықты тайпа бар екен, солар сексеуіл деген отынды бермей, бастарын кәтерге тігіп, Намұрттан қорықпай жоғал деп айтты дейді ғой. Сонда Ыбырайым пайғамбар, Алла, бұндай халықпен көрші отыру керек, мен бұларды құрметтедім деп, Ыбырайым пайғамбар мына Арқаның даласына келіп мал баққан екен дейді. Сол мына Арқаның даласының 4 түлік малға, жайылымға жақсы болатыны содан екен деп қазақтар бұлаңызды осылай тарқатады. Сол кезде ғой жағы 4 түлік малы жер дүниеге сыймай көбейіп кеткен кезінде ана үйіне 4 періште келіп тасбих айтып мал мүлкінің бәрін сатып қағбан соғам деп қазақтың даласынан қайтадан көшіп кетті дейді. Бәрекелді. Иә, енді міне осыны біз қалай енді заманның рухын оятып, қалай қазақтардың сана сезімдерін трансцендентті әлеммен айналамызда көзімізге көрініп тұрған құс бар ма, жануар бар ма, бәріменен жаңағыдай мәнді киелік байланысқа қалай түсеміз енді. Сондықтан мен бұны аламындағыны тағы да Ләйлі Құндақбайға өтініш қыламын. Сіз мынаны маған жыр форматында жазып берсеңіз тамаша болар еді. Екі дүниеде ырза болар едім сізге деп. Содан не профессионал адам, өзі сырдың бойынан шыққан, атасы сопы өзі, кішкентай кезден суфийский литератураның бәрін езіп ішіп алған, жырдың бәрін жатқа соғар. Алды да шоколад қып ананы ұзақ 15 қыпқа жазып берді. Мен енді оның бәрін берді оқып отырмайын, үзінді айтып отырайын, саған. Жақсы. Жаңағы біріншісі бұлбұл деген құсқа қалай кие тартады, қалай ананы бұлбұлды сен бұлбұлды қалай смысловой контакт орнатасың. Бұлбұлды көрген кезде сенде ассоциация қалай болу керек, қалай қазақтың интеллектісі жаңағыдай ғайып әлеммен байланысып кету керек. Сәке, қазір бір секунд, аналар телевизордың дауысын қатты шығарып қойыпты қазір. Бір секунд. Жақсы. Айғарғыз. Нені дауысын шығарып қойып Астында не дауыс шығып отыр? Бағана бір мұхлисім айтқан ғой. Сәл жай болмай. Бір өткіш жана үйіне дыбысын ашады. Ал кеттік.
Ал сонымен енді бізді объективті әлем қоршап тұр, иә? Яғни сенің Аха. көзіңе бұлбұл деген құс көрінеді. Бұлбұл деген құсты көрген кезде енді қазақтар да әлем халқы сияқты озық ойлап Енді эфир қатып қалды. Әттең ай әттең. Интернет ұстамай қалды ау деймін. Енді қызық болып келе жатыр. Енді қызық болып келе жатыр. Иә, интернеттің уақыты болып бітіп қалды ма екен, или мегабайт бітіп қалды ма екен? Санжар ағамызда сондай болды. Қайтадан қосылдық. Қатып қалып жатыр дейді. Жоқ, бізде нормаль жаңа қатып қалып еді, эфир тоқтап қалды. Бәке, қалайсыз? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, естіліп тұр. Иә, менде не? Кім? Тақырбас ана бөлмеге барды да интернетті ажыратып тастады. Не, солай жазып отыр тақырбас құттау деп. Иә, ана сіздің Айғанымға мен жаңалде өзімше көп Айғара көзге көп сөйлеп қойып ем, өзімнің үйімдегі тақырбас одан да жаман. Күлме досқа келер басқа деген рас екен сол. Иә, мұхлистарыңыз жиналсын, келді ғой 148 адам. Кеттік па? Иә, кеттік. Мынау жаңағы алдыңғы айтқан екінші серияның басындағы әңгіме өшіп кетті ма, жоқ басынан бастаймыз ба? Жоқ, бәрі бар. Жақсы. Онда келген жерден кетпейік. Иә, жалғасып жатыр. Сол бұлбұлдан бастайық. Иә, мысалға жаңағы айттым, бұлбұлды көрген кезде енді қазақтар қалай ойлау керек? Енді саған мұсылмандықтың, исламның, Құранның, діннің саған беретін пайдасы осы жерде. Естіліп тұр ма, Бағлан? Иә, естіліп жатыр. Қазір мен тақырбасты удалить етейінші ана жерден. Қазір. Ма. Реттеңдеші ба? Шыққан еді ғой ол жағын. Енді Жоқ қоян жүзі. Қоймасын, көзі қайда жағын? Жоқ, оны көзі сен қазір менде. Қалай болып жатыр? Ол жақсы болды. Мен де терезені жауып қойдым. Ит те құтырып далада үріп кетті ғой. Кеттік онда. Енді сонымен айттық, яғни бізге біз не үшін діннен кетпейміз? Не үшін біз дінді ұстанамыз? Не үшін мен исламға жабысып алдым? Не үшін мен бұл Құранға жабысып алдым? Бұл маған не беріп жатыр сонда? Яғни маған ислам дінінің беретін жері пайдасы осы жерде. Менің болмысымды умвел, митвел, эйгенвел үш әлеммен мені киелі мәндік мағыналық байланысқа ендіре алатын бұл діннің күші қуаты бар. Сол үшін де мен оны ұстанамын ақиқатте. Түсіндің? Ал егер керісінше бұл дін мені кесетін болса бұдан, күнә, ширк, өтірік, анау, мынау деп мені қорқытатын болса, маған психологиялық атака жасайтын болса, мені қапасқа қамайтын болса, менің интеллектімді талқандайтын болса,
менің ақылымды матайтын болса, ол дінді мен өлсем ұстамаймын. Мгм. Кеттік. Так, сонымен біріншісі бұлбұлды көрген кезде біз қалай басқа әлемге ғайыпқа самғаймыз. Яғни былай бастайды. Ләйлі жазып жатыр енді. Үйгізіп бар ағашты тұтатқанда жанған от дем арасы лапылдады. Тұрса да өртенгелі зікір салып, Ыбырайым тіпті ешкімге жалынбады. Осы сәт тұтқиылдан ұшып келіп, бұлбұл құс жанған отқа жақындады. Ойы бар өз өмірін құрбан етіп, орнына пайғамбардың жағылмағы. Жебірейіл Жаббар хақтың пәрменімен бұл құсты қағып алды жалындағы. Ей бұлбұл, мұның не деп сұрап жатыр? О неше жанған отқа ағылғаны? Зар жылап бұлбұл сонда сөйлей берді. Ыбырайым достым еді ақырдағы. Бір күні орман қатты өртенгенде мен үшін ғазиз тәнін зақымдады. Ұятты одан бұрын мен өлмесем деп бұлбұл тоқтамастан тақылдады. Жебірейіл сабыр ет деп бұлбұл құсқа сөз сөйлеп шариғаттан нақылдады. Ақырым бір Аллаға тапсырдым деп бұлбұл құс бұдан кейін дамылдады дейді. Яғни бұлбұл құсты негізі әу басында бұл пейіште жүрген кезінде зікір салып жүреді ғой, жаңағыдай Құдайды мадақтап. Сонда Адам ата Хауаны жерге қуылған кезінде бұлбұл құс өзі сұранған екен Тәңір Тағалаға. Мен мына халифаның жанында азанда сондай таң мезгілі болғанда жаңағыдай Адам атаны оятып, онымен бірге сені мадақтап жүрсем бола ма деп. Сонда жарайды, айтқаның болсын деп бұлбұл құсты Адам атаға жетектеп жүреді. Негізі жәннаттан келеді ең басында, аңыз бойынша. Соны енді бір күні орман қатты өртенген кезінде Ыбырайым соның ішіне кіріп, бұның ұядағы балапандарын құтқарып алып шығады ғой. Кейіннен сол Ыбырайымның өзін отқа өртеген кезде бұлбұл енді келіп, мынау қалай болды деп өзін отқа лақтырғанда, жаңағы бір күні орман қатты өртенгенде мен үшін ғазиз тәнін зақымдады. Ұятты одан бұрын мен өлмесем деп бұлбұл тоқтамастан тақылдады деп бұлбұл сол жерде ойбайлап жылап жатып, Жебірейіл періште қағып алып, ей сен тиіш тұр, болды енді Аллаға тапсыр, Құдай өзі бұл мәселені шешеді деп. Сөйтеді тағыны бұлбұл құсты құрметтеу керек. Сен бұлбұл құсты көрген кезде Ыбырайым пайғамбарды қоса көріп тұруың керексің, отқа өртеніп жатқан. Көрдің ба, ассоциация қалай кетті? Иә. Екіншісі, енді біздің қарлығаш кетеді. Қарлығаш туралы неше түрлі аңыз бар. Соның біреуі осы ең көп айтылатын нәрсе. Ыбырайымды отқа өртеген кезінде қарлығаш жеп қанатымен су себелеген деген білесің ғой, естіп жүрсің. Көрдің ба? Екінші сөз. Сәлден соң қарап тұрса, бір қарлығаш ұшып жүр отты айналып маңындағы құттай құс қанатымен су себелеп, өнбейтін бір ісінен жаңылмады. Аң-таң боп Жебірейіл сұрады одан, ау қарлығаш, мына от жоқ ешкімге бағынбағы, тамшыдан сөнген отты қайдан көрдің? Жоқ нәрсе табиғаттың заңындағы. Аң-таң боп сұрақ қойған періштеге, қарлығаш жауап қатты, аңырмады. Менікі таза көңіл мұндай сәтте, жақсы ой ниеттестің табылғаны, берекет әрекетке дегенде бар, иемнің мен анық мақұлдары, деді де қанаттарын қағып қалып, бет алды көлге қарай жақындағы. Ыбырайым бұл құстардың ниетіне өрттегі Ыбырайымға жақындады дейді. Көрдің? Енді екінші қарлығаш кетеді енді ананың артынан. Яғни Ыбырайымға барып ана су сеуіп жатыр, ана күліп жатыр, сен ден салма, ол өшпейді ғой деп сөйтсе айтып жатыр да, жағы менікі таза көңіл мұндай сәтте жақсы ғой ниеттестің табылғаны. Просто ақ пенен қараның, ана сенің жазатын кітабың ақ пен қара. Сол ақ пенен қараның айырылатын жері ол ниетінен ғана көрінеді, болды. Оны құтқарып алуы міндетті емес ол жерде. Сосын жағы бұлбұлмен жағы қарлығашты ерлігін сөйлеп жырлап болғаннан кейін келесі сценаға өтеді. Ары қарай. Ал достым, қолыңды соз құтқарайын деп еді, ол да бұған сатылмады. Құдды бір бақ ішіне құрып қойған жатқандай салқын сабат шатырдағы. Хасби рабби жаллалла деп қайталап, бұл іске тіпті басын қатырмады. Жаратқан разы болып пайғамбарға бұйырды жанған отқа лапылдағы. Ей жалын, бұл досымды аман сақта, күйдіріп от боп қалма ғапылдағы. Сол сағат отта демін тартып ішке, ортаңғы бір орамы дамылдады. Құданың құдіретінен сырталаулап, сап салқып ішкі қамал жағылмады дейді. Көрдің? Сонымен тұраттағына ана жерде от лапылдап ең Ыбырайымға жете берген кезде, сол жағы Жебірейіл періштеге ал қолың соз менен не көмек деген кезде, ең көп айтылатын аңыздардың біреуі осыны. Хасби рабби жаллалла деп қайталап, бұл іске тіпті басын қатырмады. Сонда мына Құдайға деген сенімнің ең биік категориясын көрсететін жер ғой. Тіпті Жебірейіл періштенің өзі келіп, кел құтқарайын десе де, жоқ, сенің өзіңнен көмек сұрауды мен онша бір жөн көріп тұрған жоқпын. Ниетіңе рахмет, ырзамын, былай тұра берші. Қазір Тәңір Тағала өзінің құдіретін көрсетеді деп,
сол жерде жағы таухидқа барып тірелетін жері сол. Сосын ары қарай енді осыны енді жан жануарлар құстарды түгендеді ғой енді. Ары қарап жан жануарларға өтеді енді осы оқиға. Ана енді пайғамбарды отқа өртеп жағып жатыр, ол жанбай жатыр. Пайғамбар отыр аллалап, жанған от кімді жалмамақ. Бұл іске куә болған ел намұртты қайтып таңдамақ. Сәл тұрса енді мына жұрт қасиет қонған пенде деп лап қояр отқа алғалап. Бұдан соң мына оқиға сүйегін көтер таңбалап, осыны ойлап падишах қақса да іштей қалбалап, білдірмей сыртқа мұнысын бұйырып барлық жендетке тасыңдар деді арбалап. 40 мың арба отынға түйені житек нарданақ. Ойсыл қара жануар жеп өскен шөлден сарбалақ. Отынды тиеп тартқанда қозғалмай қойды орнынан, тұрса да жауы анталап, шу-шулеген қуларға көбігін бүркіп қалғанда шулдай қашты қанғалап дейді. Сөйтіп, мына ойсыл қара жануар деп біздің қазақтың түйесін, ей, ана түйені боқтама, ұрма, сабама, он төбеңе тұт, сен үйтіп түйені қорлау хақың жоқ деп айтатынның бір себебі сол жерде жаңағы ойсыл қара жануар жеп өскен шөлден сарбалап, 40 мың арбаға жегіп алғанда қозғалмай қойды орнынан, тұрса да жауы анталап дейді. Бәр келген кезде түйе сөзі жоқ, мен Құдайдың досын өртеуге ондай отын апармаймын деп тұрып алады дағыны. Түйенің киелі болатыны, түйенің қасиетті болатыны, түйенің жағы шұбатын ішсең рак сияқты қауіпті ауруларға ем болатыны содан қалды деп арғарап тарқатып алып кетесің енді осы жерден. Одан кейін енді біздің Құдай бере салған қазақтың жаны қаны жағы мінсе көлігі, жесе асы, ішсе су болып отырған жылқыға келесің енді. Бұдан соң арба тартуға жылқыны салды таңдап, ойсыл қара жануар өзінің азба киесі, жолатпай олда маңына кісіне қашты шалқалап, заулаған желдей жылқыға жетені өңкей қалбалап, қарасын таппай қалған соң өгізді алды алқалап дейді. Яғни жылқыға да барамыздағыны отынға жегіп арбан сүйретеміз деген кезде жылқы кісінеп, туылап, кеуіп, тістеп, сөзден ол да отынды керек болса өздерің тасып алыңдар деп, ол да кетіп қалады сөзде. Көрдің, бір оқиғаның ішіне бір оқиға кіріп баратыр енді. Қарасын таппай қалған соң өгізді алды алқалап, шулаған жауды көргенде қызарып екі аңғалап, өкірі өгіз ұмтылды, зеңгі баба пірінен өзігі көнбес қамбалап, ойнақ салып ортада састырды жауын жаңғалап, қоршаудың шеті бұзылып, шашырап кетті тарғамақ. Қызыл көз пәле екен деп жан-жаққа қаша жөнелді, жалмауызда да жан барақ. Өгізден қашып құтылып, есекке келді сандалап дейді. Көрдің? Яғни өгіз де ана жерде сүзет, үйтет, бүйтет, давай жоғалыңдар дейді, бәрін таптап, сонымен ол жерден біздің сиыр деген жарықтықта абыроймен шығады. Енді біз жағымсыз деп есептейтін, ауылда кәшек жеп жүретін, бишараның еңбегі адал, еті харам дейтін есек деген фақыр бар ғой енді. Бишара оны баяғыда ауылда ол есектің ондай авторитеті бар екен білмейміз ғой жаңағыдай. Құдайдың алдында байғұстарды ана сынды өріп, ұрып, сабап, жаман қинаушы қазір есіме түссе, жаман ұялам сол есектерден. Олар көріп қалды ғой сонда да. Жалпы сол кезде Советский Союздың кезінде осындай кие деген нәрседен қаншалықты алыс болғанды, осыны жырларды, қиссаларды жаттаған кезде бар білем да. Содан не керек? Өгізден қашып құтылып, есекке келді сандалап. Есек, екеш, есек те шулаған жауды көргенде ақырды қатты зарлап, тұрып алды табандап, төрт тағандап қозғалмай, тұрып алды орнында, тартса да қанша шалмалап, көнбеген соң бұл қырсық жайылып қашыр жүр екен, оны ұстап алды қармалап дейді. Сонда есек, екес, есек сол айтқан ғой, қой айналайын, Құдайдың досын өртеуге отын тасылды деген не сұмдық, керек болса өзің тасып ал деп. Көрдің? Сонда осының өзі есекке бір абырой беріп, сонда адам есек деген де бір енді объекті ғой біз үшін бір жағымсыз. Сонымен де сен анандай смысловой контактқа байлап қояды ана жерде, есекті ұрма мына бишараны. Жынсың ба бұл да кезінде Құдайдың досын пайғамбарды отқа өртеймін деген кезде отын апармай қойған деп. Содан не керек? Енді жаңағы ең сүйкімсіз жануарға келдік қой енді. Жаңағы көнбеген соң бұл қырсық жайылып қасыр жүр екен, оны ұстап алды қармалап. Арбаға тиеп алғанда митыңдап қасыр жөнелді, болған соң тексіз зәнталақ дейді. 40 мың арба отынды жақтырса дағы өртенбей, шыққан соң жауы аллалап, ызаға қатты булығып, өкіріп жерге құлады, намұрт көзі қанталап.
40 жыл қырғын болса да хақ нұрынан үміткер өлмейді ерлер нан талап дейді. Сол жерден от жанат жаңағы жан жануарлардың бәрі отказ береді, бармайды, тартпайды. Сол жерде қашыр ғана абыройдан жұрдай болады дағына. Сол жерден от сөніп, Ыбырайым шығады ғой енді. Енді ең қызық жеріне келдік, өзіміздің туған ауылымызға. Өрт сөніп шоқ ішінен жатқан жайнап, пайғамбар шыға келді ақұдайлап. Бұл қалай деп жендеттер таң қалысты, тастап ек аяқ қолын шандып байлап. Бұл қонып алып пайғамбардың меншіктеп оң иығын кетті сайрап. Қарлығаш ұшып қонып маңында жүр, оғанда қарап қойды жүзі жайнап. Бүлкілдеп төрт түліктің падишасы, бас иді пайғамбарға түйе маймақ. Алыстан жүйткіп желдей келе жатыр, жылқыда жайран қағып салып ойнап. Ешекте бір тасада тұрған екен, аузына түскен шөпті бырт-бырт шайнап. Ол дағы қуаныштан ақырғанда, құлағын жапты бұл басын шайқап. Өгізде мұп-мұмақан бола қапты, жан-жағын жатыр еді мана жайпап. Тамаша рахат жақтың дәмін елтіп, Ыбырайым езу тартты күліп жайлап. Тамаша қоршаған достарына орта қалып, пайғамбар бата берді балдай қаймақ. Көгеріп пайғамбардың батасынан бұл малдар өсіп өнді қоңын майлап. Батадан сырттап қалған бір жануар қасырға харам болды тұқым жаймақ. Бұдан соң Ыбырайым бір өлкеге, бұдан соң Халиулла бір өлкеге көшпекке ыңғайланды белді байлап. Сол мекен құттарған сайра мекен, баяғы тұран елі батырлаймақ. Ыбырайым ынтық болып, Ыбырайым ынтызар болып сол далаға ақырын кете берді көшін сайлап. Соңынан пайғамбардың еріп жүрген 4 түлік бірге көшті бота тайлап. Пайғамбар көшін бұрды деген дөстіп, тік тұрып күтіп алды халқы жайнап. Алланың артық көрген елшісінен ойлары дұға тілеп қолын жаймақ. Батасын алған халық пайғамбардың дұғасын кие тұтып етті байрақ. Қаншама содан бері заман өтті, жаулары келсе дағы андағайлап. Бірінен жеңілмеді ұлы дала, дұшпаны кете берді тісін қайрап. Кегі қайнап. Қан іздеп келгендердің қан болса да, бастары ұшып жатты тісін қайрап. Баяғы Намрудта өселге кегішін келген дейді ажалайда. Бұл анығын білуші тек жалғыз Алла, біздіңкі шумақ қылу сылап майлап. Баяғы құт тартқан пайғамбардың сайрамда жатыр дейді ізі сайрап. Жырымды осы арадан доғарайын, сайраған сала құлаш тілді байлап. Деп бұл бітеді осы жерден. Көрдің? Сондықтан да мына қисса жырларды не үшін жаттап, не үшін балдарға үйретіп жатырмыз? Ертең аналар өседі, ертең ана қазақтардың саны көбейеді. Сол кезде мына объективті әлеммен бұл қазақ халқы жаңа ұрпақ қалай байланысып тұрсың сен әне жерде? Сен ертең ана 19 ғасырдың екінші жартысында ғана дүниені тонап, бірінші, екінші дүниежүзілік соғысқа кіріп кеткен ана мақау немістер сияқты бүлдіресің ғой ертең сен. Дихотомия болады ғой, субъекттің, объекттің дихотомиясы проблема ғой ол кәдімгідей философияда. Көрдіңіз? Осы проблемалардың бәрін алдын алып, осының бәрін проблеманы болдырмау үшін, сол үшін сен экософияны осылай айналысасың. Сол үшін оны жырғып жаздырасың. Алдыңғы көкірек көзі ашылған әулие ата бабаларымыздың бәрінің біліп істеп кеткен нәрсесін бәрі осы. Кейінгі ұрпақ азбасын, тозбасын, надан болмасын, ілімсіз, білімсіз, қараңғы болып, біреулердің табанының астына түсіп қалмасын деп, бізге осы үлгі өнегенің бәрін қалдырып кеткен. Міне, Умверт деп отқаны осы. Яғни, есекпен де жаңағыдай мәндік қарым-қатынасқа, түйемен де, сиырмен де, бұлбұл, қарлығаш бәрі кете береді. Енді оны ана жақта қиссасын оқысаң, өрде, жылан, бақа, шаян, піл, қасқыр, түлкі бәрі араласып кетеді. Енді жырда қысқартып жазады ғой, қазақтарға ыңғайлап. Міне, бүгінгі әңгіме осындай. Көрдіңіз? Тағы айтылып айтамын. Егер бағлан, сенің ұстанатын дінің, сен өзің ақиқат деп иман келтірген дінің, егер сені табиғатпен, жан-жануарлармен, өсімдіктермен, киелі әлеммен, яғни Умверт, Митверт, Эйгенверт деп сені 18.000 ғаламмен мәндік, мағыналық, трансцендентті, рухани байланысқа түсіріп бере алмайтын болса, ол дінді ұстаудың смыслы жоқ просто. Жоқ, несі? Адам надан болу үшін, адам қараңғы болу үшін, адам топас болу үшін дін ұстай ма о заманда бұл заман? Адам деген
әулие болу үшін, ақылды болу үшін, ғұлама болу үшін, ғалым болу үшін дінді қабылдайды. Басқадан озу үшін дінді қабылдайды. Сол үшін сен дінді арқа тұтасың. Ой, үйді салпаңдап көштің артында елдің қоры бол, әркімнің жаңағыдай табанның астында тряп болып жататын болса, не істейсің оны? Көрдіңіз? Так что болашақта тағы да мен өзімнің оптимистік позициямнан таймаймын. Үмітім зор. Болашақта біздің осы Қазақстандағы барлық діни ахуалды бақылап реттеп отырған біздің Мысырда оқып келген сауатты имамдардың бәрі осы үзілген дәстүрдің бәрін қолға алып, осыны ислам философиясының негізінде, ислам руханиятының негізінде осыны халыққа қайттан үйретіп, әбден қараңғылыққа батып, объективті әлеммен мәндік байланысы үзіліп, экзистенциялық фрустрацияға кетіп, шашылып бара жатқан қазақ халқын құтқарып қалады деген үмітім әлі зорды менің. Көрдіңіз? үміт ақталады, Құдай қаласа. Бұрынғы Мына бізді көріп, нерде тыңдап отырған барлық қазақ, ол бала тәрбиесі үшін керек екен, баланы көкірегін қазынаға бай болады екен, ол бер жағы, ол побочный эффект, ол сен қаласаң да қаламасаң да жаттағаннан кейін бола беретін. Бұның ең бірінші ұратын точкасы жаңағы being in the world дейді, бытие в мире. Болмыстың осы дүниеде лампочка сияқты жануы деген. Бұл осы негізі. Осы үшеуін іске қосқанда барып, адам лампочка сияқты жарқ етіп жанады. Сол кезде барып, жаңағы шамға көбелектердің үйір болатын. Ол одан беретін, ол дымда болмайды. Осы дәстүрді үйіңе ендірсең, ендірдің, балаңа үйретсең, үйреттің, осы дәстүрді ұстап қаламадың ба, осы өркениетке осындай жолмен жалғана алмадың ба, діннің ең адамға беретін нәзік, адамға беретін ең жарық, адамға беретін ең нығметті тұсынан осын ұстап қала алмадың ба, болды, бітті. Ешқандай пайда ала алмайсың. Кері қарай кете бересің, сосын жаңа өздері ойлап тапқан діни догмаларға маталып, ақырында соның ішінде өзі жоқ болып құриды сонымен. Бағлан, сағат қанша болды? Қанша сөйледік екіншісінде? Екінші сағатқа жақындап бара жатырмыз. Егер жаңағыдай мұхлис көрермендеріңіздің бір осы темаға сұрақтары болса, жауап берейік. Болмаса, негізгі әңгіме айтылды, мен бәрін түсіндірдім деп ойлаймын. Экософияны. Көрдіңіз? Экософия деген бар ғой, ислам руханияты деген сөз ғой. Егер бүйтіп сәл түртетін болсаң, осының алғашқы іргетасын қалап, фундаментін жасап беріп кеткен пайғамбардың өзі ғой, сол ғой жаңағыдай. Жан-жануарлардың бәрін қинамаңдар, өлтірмеңдер деп ең бірінші айтып жүрген. Еңбегіңіз жана берсін. Сәке, анада да айтып еткен, жеті атасын білмеген жетесіз деп. Енді қай қазақты алып қарасаңыз да бұрынғы текті бабаларымыз жеті ұрпағында ойлаған сондай бір ерекшелігі бар ғой. Осындай экософияңыз, Құдай қаласа, жалпы жасап жатқан еңбектеріңіздің барлығы, жаңа ұмытып қалған жерлеріңізді жаңа ұлыңыз ба жалғап беріп жатыр ғой, есіңізге түсіріп беріп жатыр. Сол сияқты қасында жаңағы группа поддержки ғой, мен ұмытып қалған кезде айтасыңдар деп, сонымен алтау алты жағынан қоршап отыр, көкем былай ғой деп шулап отыр олар. Жақсы, амандық болатын болса, олардың барлығы өзіңізден асып болған азамат болып, жеті ұрпақтың қамын ойлайтын бүгінгі жеті ұрпақтың құлағына жете берсін бүгінгі жасап жүрген еңбектеріңіздің барлығы. Рахмет. Өзіңіздің де жаңағы. Сіздің неше бала шағаңыз бар? Мен екі қызым бар. Екі қызым дейсің ба? Иә. Мына пайғамбарымыз Миғражға ұшқан кезінде дейді, адам ата Хауа ананы көріп сәлем береді ғой. Сонда Хауа ана дейді, әңгімелесіп отырған кезде оң аяғын тарып қалып еді дейді. Жарық нұр жарқ ете қалды тағына 18.000 ғалам гүл жайнап кетті дейді, сандуғаштар сайрап жәннат болып. Содан сол аяғын тартып қалып еді дейді. Бұрқ етіп бір сәуле шығып, от, жалын бәрін өртеп жоқ қылып жіберді дейді. Содан сол жерде енді біраз тұрып әңгімелесіп, адам атамен қоштасып кетіп бара жатқан кезінде пайғамбарымыз сұрайды дейді Жебірейілден. Әй, Жебірейіл, жаңағының хикметі не болды деп. Сонда Жебірейіл періште айтты дейді,
ей Құдайдың досты Мұхамбет, ол ана тұрған болған оқиғаның хикметі, оның мәні жәннатта, тозақта анаңның аяғының астында деген ана тәрбиелеп өсіріп жатырған үмбеттерің ел болам дейтін болса, 3 қыз тапқан әйелді төрге шығаруды үйренсін деп айтты дейді. Сонда пайғамбар таң қалды ана жерде. Ал егер 3 қыз таппаған әйел болса не істеймін деп еді? Онда 2 қыз тапқан әйелді төбеңе отырғызасың деп айтты дейді. Ал 2 қыз таппаған болса ше деп, онда 1 қыз тапқан әйелді сыйлайсың деп айтты дейді. Ал егер қыз таппаған әйел болса ше, онда ұл тапқан деді дейді. Ал әлі тумаған болса ше, онда ерін күткен деп айтты дейді. Ал әлі тұрмысқа шықпаған болса ше деп, онда өзінің ар-иманын күзеткен деп айтты дейді. Не десең ол де, қыз баласын құрметтеп, әлпештеп төрге шығарып, оны күтіп, баттап бақпай, сендер үмбет болып, ел болып, сендер өркениетке жалғана алмайсыңдар. Осыны айт деп айтты дейді. Сол миғраж сапар біткеннен кейін пайғамбар келді дағы үмбеттің бәрін жинап алып айтты дейді. Бұдан былай қыз баланы кемсіткенде анау мынау сондай надан топас әңгімені доғарыңдар. Бұдан былай 3 қыз тапқан, 2 қыз тапқан, 1 қыз тапқандар кете береді жоғары қарай. Сол сияқты сіздің келіншегіңіз 2 қыз тапқан ана ретінде сіздің мына жеріңізде отыру керек қой. Ертең тыңдап отыр ғой. Ол енді праваларын біліп қойды, енді саған күн бермейді. Я енді тікелей түсінбейтінін білем десең да. Қой, онда осымен болды ғой деймін, Боп қалдық, я. Әдемі күйінде аяқтайық, әдемі нотада аяқтайық. Әдемі күйінде аяқтайық, я, жақсы. Егер тағы да болашақта әйтеуір сіз бен біздің уақытымыз сәйкес келіп, тағы да мұхлистар қайдасыңдар деп жатса, онда елдің қалауымен мүмкін тағы да шығармыз. Жақсы, алдағы уақытта хабарласып отырамыз. Енді сенбі емес, басқа күнге ауыстырайық. Не, сенен мына гастрольде жүрген адамсың ғой, ұшып қонып. Сондықтан ол сенің графигіңе мен ыңғайланам. Ал менен жерде Түркияның карантины қатты, мен мүлдем қамап тастаған, мен тырп еткізбейді. Сондықтан сен тек өзіңе ыңғайлы календарға қарап жүр. Жақсы? Жақсы, болды. Айланыстамыз. Болды. Жақсы. Бәріне сәлем айт, көріскенше күн жақсы. Квартеттегі жігіттерге, оларға да сәлем айт. Бүгінгі қиссалардың бәрін, жырларды жаттамасаң да қалғандарын айтып бересің. Умвельт деген жаттап алсаң, умвельт. Жігіттер умвельт деп қоясың, болды. Жақсы, эфирдің барлығын YouTube-ға әдемелеп жүктеп жүрмін. Сақтауыңыз дегендер YouTube-тан көре аласыздар. Бала тәрбиесі туралы дейді. Бүгінгі әңгіменің барлығы бала тәрбиеге тікелей қатысы бар. Оған арнайы соғып қарайшы, ол бала тәрбиесі деген ол сайд эффект қой, жаңағыдай. Ырықсыз эффект. Мына әңгімені айтқан кезде ана өзінен өзі реттеліп кете беру керек. Ал жақсы, онда қимастықпен. Жақсы. Жақсы, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, көріскенше. Сау бол, Бағлан. Ал кет.